Жалпы енді мынау расында да Наурыз мәселесі, бұл жайында расымен де кезінде біраз ғалымдар бұны болмайды деп айтқан. Кейбір ғалымдар болады деп айтқан. Мысалы үшін Әбу Сууд деген үлкен муфассир, тәпсірші ғалым кісі, Ханафи мазхабының ғұламаларының бірі болып есептеледі. Шейх Әбу Сууд деген кісі. Сол кісі бұны болады деп ол кісі фәтуа берген, да, болады деген. Енді болатын себебі, бұрын болмайды деп не үшін фәтуа берді бұрынғы ғалымдар? Себебі бұрындары бұл Наурыз мерекесін атап өтетін кілең кім еді? Отқа табынатындар еді. Отқа табынатындар бұл Наурыз мерекесін атап өтетін еді. Және Наурыз десе, Наурыз мерекесі десе, тек қана солардың мерекесі ғана ойға оралатын еді. Ал бірақ Наурыз негізінде тек қана отқа табынатындардың мерекесі емес еді. Ол әртүрлі халықтарда бар екен бұл мереке. Әртүрлі аталады екен. Көктем мерекесі деп аталады. Халықтың жаңағы көктемге шығып, қыстан аман-есен құтылып шыққанына бір шүкіршілік ретінде бір жағынан тойлап мерекелейді. Түсінікті ғой? Бұл енді бірден айтуымыз керек, бұл діни мереке емес. Бұл діни мереке емес. Кезінде жаңа Наурыз десе, мұсылманның жаңа жыл деп айтатын еді. Бұл мұсылманның жаңа жыл емес негізінде. Бұл мынау көбіне түркі әлемі, мына парсы әлемі мұсылмандарының тойлайтын, бір бұрыннан бері тіпті исламға дейін тойлайтын мерекелердің бірі болып есептеледі. Әлі күнге дейін кейбір өңірлерде бұл Наурыз мерекесін тойлаған кезде отпен байланыстырып тойлайды. От үстінен секіреді, отты айналады. Бұл айтқан кезде енді шын керек біздің мұсылманшылық тұрғысынан алсақ, енді ширкке жақын мәселелер. Ал біздің қазақ жерін алатын болсақ, бұл Наурыз тойлау, бұның үрдісі мүлдем басқа. Ұлыстың ұлы күні деп атайды. Ұлыс деген халық қой, біздің халқымыздың ең ұлы күні болып есептеледі бұл. Бұл өзіміздің ұлттық күніміз болып есептеледі. Және бұны біз ешқандай отпен байланыстырмаймыз. Отты айналмаймыз, оттың үстін секірмейміз. Керісінше жаңағыдай ағарған таратып, Наурыз көже әзірленеді. Ұлттық жаңағы біздің нақыштағы өзіміздің әртүрлі жаңағы салт жоралғыларымыз осы Наурыз күнінде не істейді? Орындалады. Сол үшін де бұның негізі қазіргі жағдайы мүлдем басқа. Сол үшін де мынау былай деп айтылады, үкімдер дейді, себептерге байланады дейді. Себеп кеткеннен кейін әлгі үкім де кетеді. Бұл кәдімгі фихтың ережесі. Наурыз мерекесін тойлауды харам деген кезінде кейбір ғалымдар неге? Себебі ол Наурыз мерекесін сол өңірлерде тойлайтындар кім еді? Кілең жаңағы отқа табынатындар еді. Мұсылманның сол мерекені тойлауы отқа табынатындарға ұқсайтын болғандықтан ғұлама ғалымдарымыз қатты сөз айтып халықты одан қайтарған еді, тыйған еді. Ал біздің елімізде кім отқа табынады? Отқа табынатындардың қайсысы жаңағы Наурыз мерекесін тойлап жүр біздің елімізде? Біздің елімізде мұсылман барлығы. Біз кімге ұқсаймыз? Наурыз мерекесін тойласақ, кімге ұқсаймыз мысалы үшін? Ешкімге ұқсамаймыз. Яғни бағана ұқсап кету деген мәселеден туындайды. Ол кетті. Ол себеп еді, үкімнің себебі еді. Ол кетті ме? Үкім өзгереді деген сөз. Мына әл-ахкаму тадуру би'илалиха деп айтылады. Яғни үкімдер өзінің жаңағы үкімге негіз болған себептермен байланысты болады дейді. Сол үшін де жаңағы енді ол түсінеміз енді жаңағы сіз айтқан кісінің Қырғызстандағы жаңағы ұстаздардың бірі ғой енді. Ол кісінің сүйеніп айтып жатқан кітаптары бар, расында да кітап бар, жазылған. Бірақ оны кішкене сәл халықтың жағдайымен қарап санасып, кейін қарау керек деп мен ойлаймын.